Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар? География пәнінен виртуалды сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыз не жайлы екен бірге анықтап көрейік. Балалар, жер шарына қараңыздаршы. Жерді түгелдей су алып жатқандай. Есімізге түсірейік. Жердің қанша пайызын су алып жатыр? Дұрыс, балалар. Су жердің 71% алып жатыр, ал қалған 29% құрлық алып жатыр. Жарайсыздар. Ал жердің су қабатын қалай атайды? Дұрыс, жердің су қабатын гидросфера деп атайды. Жарайсыздар, балалар. Бүгінгі сабағымыздың гидросфера жайлы екенін анықтадық. Бүгінгі сабақ тақырыбы гидросфера және оның құрамдас бөліктері. Оқу мақсаты. Гидросфера және оның құрамдас бөліктерін сипаттайды. Сабақтың мақсаттары. Гидросфераның құрамдас бөліктерін анықтап сипаттай алады. Табиғаты су айналымын сипаттап көрсете алады. Гидросфераның құрамдас бөліктерін картадан көрсете алады. Бағалау критерийлері. Гидросфераның құрам бөліктерін сипаттап картадан көрсетеді. Инфографика әдісі арқылы табиғатта су айналымын сипаттап көрсетеді. Осы критерийлер арқылы сабақтың мақсаттарына жете аласыздар. Балалар, судың қасиеті өте қызық. Суды 0 градустан 4 градусқа дейін қыздырғанда көлемі азайып, ал одан әрі температураны көтерген сайын қайта ұлғаяды. Су 0 градус температурада қатып, мұзға айналады. Сіздер білесіздер, табиғатта судың 3 агрегаттық күйі кездеседі. Қатты, газ тәріздес, сұйық күйде. Су жазда да, қыста да әрдайым буланып тұрады. Балалар, су табиғатта үнемі айналымда жүреді. Оны су айналымы деп атайды. Ендеше бейнероликке назар аударайық. Біздің бүгінгі тақырыбымыз су айналымы. Күн, мұхит, көл және өзен суларын қыздырады да, су булану процесінде су буына айналады. Өсімдіктер де транспирация процесі кезінде жапырақтан ауаға шыққан бу түріндегі суды жоғалтады. Су буы ауаға көтерілгенде ол салқындайды да кішкене су тамшыларын түзеді. Бұл тамшылар бірігіп бұлт құрайды. Бұл процесс конденсация деп аталады. Бұлт әбден ауырлап, су тамшыларын ұстай алмағанда, олар жаңбыр, бұршақ немесе қар түрінде қайтадан жерге құлайды. Бұл процесс жауын-шашын деп аталады. Жерге түскен судың бір бөлігі топыраққа сіңеді. Бұл су бізге жер асты сулары түрінде қолжетімді. Қалған су мұхиттар, өзен, көлдер мен теңіздерге оралады. Бұл процесс су жинау деп аталады. Содан соң күн бұл суды қайта қыздыра бастайды. Судың осындай циркуляциясы су айналымы деп аталады. Сіздер табиғатта су айналымымен таныстыңыздар. Әрі қарай гидросфераның құрам бөліктерімен танысайық. Гидросфераның мұхиттық және құрлықтық құрам бөліктері бар. Мұхиттық жер бетіндегі барлық сулардың 96,5%-ын құрайды, ал қалған 3,5%-ын құрлық сулары құрайды. Мұхиттық 4 мұхитты, теңіздерді, бұғаздарды және шығанақтарды қамтиды. Құрлықтық сулар
жер асты суларын және жер үсті суларын қамтиды. Жер үсті сулары: өзендер, көлдер, мұздықтар және батпақтар. Сіздерге бүгінгі тақырып түсінікті болды деп ойлаймын. Ендеше тапсырма орындайық. Бірінші тапсырма: кестені толтырыңыз және сандық картаны қолдана отырып гидросфераның құрам бөліктерін картадан көрсетіңіз. Балалар, дескрипторды назарға ала отырып тапсырмаларды орындай аласыздар. Екінші тапсырма: табиғатта су айналымына инфографика жасаңыз. Балалар, дескрипторды қолдана отырып тапсырманы орындай аласыздар. Бүгінгі сабақтың формативті бағалауы: сабаққа белсенді қатысу 2 балл, бірінші тапсырмаға 5 балл, екінші тапсырмаға 3 балл. Балалар, орындаған тапсырмаларыңызды WhatsApp желісіндегі чатқа жіберіңіздер. Сіздерге тапсырма қызықты болды деп ойлаймын. Ендеше бүгінгі сабағымызды қорытындылап жіберейік. Табыс сатысы арқылы бүгінгі сабақта білгеніңізді, түсінгеніңізді және жасай алатыныңызды WhatsApp желісіндегі чатқа жазып жіберіңіздер. Ендеше балалар, WhatsApp желісіндегі чатта жүздескенше. Құрметті әріптестер, сіздерге тәуелсіздік таңертең келген тәтті сый айдарының кезекті сұрағын ұсынамын. Ұлттық валютаның қабылданған жылы.